Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді болатын мампардың рецептісімен бөлісемін. Алдымен қазанды отқа қойып, қыздырып, үстіне 100 мл май құямыз. Май қызған соң етті салып, қызартып қуырамыз. Етіміз қуырылған соң пияз бен сәбізді салып қуырамыз. Екі ас қасық томат салып қуырамыз. Үстіне су құямыз. Ноғатты алдын ала суға сап қоямыз. Кемінде 12 сағат суда тұру керек. Қазанға 1 пиала ноғат саламыз. Қазан қайнаған соң астын жай қойып, 30 минут қайнатамыз. Енді бір жұмыртқаға қамыр илейміз. Қамырды 10 минуттай июн қандырамыз. Сосын қамырды жұқа етіп жайып аламыз. Қамырды видеода көрсетілгендей етіп, майда 4-бұрыш бөліктерге кесеміз. Сорпа 30 минут қайнаған соң тұз бен картопты 4-бұрыш етіп турап саламыз. Және 15 минут қайнатамыз. Сосын укроп пен петрушканы майдалап турап салып, дәміне қарай паприка, сухой кинза қосамыз. Кішкене қара бұрыш қосамыз. Және 1 ас қасық соевый соус қосамыз. Сарымсақтың 2 кішкене бөлігін езіп саламыз. Соңында қамырымызды салып, қамырымыз дайын болғанша 5-6 минут қайнатамыз. Осымен мампар дайын, өте дәмді шықты, жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Назарларыңызға рахмет.